Сәлем достар, сіздермен бірге Айдана Сапарбек. Бүгін біз осындай спициямен ерекше әдемі көрінетін резина тоқып үйренетін боламыз. Біз резинаның көптеген түрін білеміз. 1-де-1, 2-де-2, немесе 3-де-3, 4-де-4. Осылайынан бізде резиналар тоқитын едік. Бұл резина өте ерекше. Бұл резинаның ерекшелігі өз-өзін жақсы ұстайды, яғни біздің бұйымымызға резина салған кезде көбінде бізде 1-2 жуылғаннан кейін, келгеннен кейін ол уже салбырап немесе жайыла бастайды. Ал бұл резина бойын жақсы ұстайды, сондықтан сонысымен бұл ерекше. Енді бұл үшін не істейміз? Бізде 1-ге-1 тоқылған, бірақ тоқылу әдісі басқаша келген. Міне бірінші қатарды оң теріс етіп, бір оң бір теріс етіп тоқып аламыз. Бір оң бір теріс етіп қатарды соңына дейін тоқып аламыз. Міне бір оң бір теріс бірінші қатар осымен аяқталды. Екінші қатар міне оңның үстінен оң етіп тоқимыз. Оң етіп тоқимыз. Ал терісті біз жіпті алдына қарай өткіземіз. Теріске келгенде жай ғана теріс петляны іліп аламыз крючокқа. Жіпті артқа қарай жібереміз. Оңды оң етіп тоқимыз. Міне, жіпті алға қарай жібереміз. Спицаны алдына қарай өткіземіз. Алдына қарай спицаны өткіземіз. Теріс тоқылған петлямыз жай ғана іліп аламыз, тоқымаймыз оны. Жіпті артқа қарай өткіземіз. Оң петляны оң етіп тоқимыз. Жіпті алға қарай өткіземіз. Теріс петляны жай ғана іліп аламыз. Жіпті артқа қарай жібереміз. Спицаның артына оңды оң етіп тоқимыз. Жіпті алға қарай жібереміз. Петляны жай ғана іліп аламыз. Теріс петляны. Жіпті артқа қарай жіберіп, оңды оң етіп тоқимыз. Ал жіп алдына іліп аламыз жай ғана. Оңды тоқимыз, жіп алдына, терісті іліп аламыз, оңды тоқимыз, жіпті артқа тастап. Жіпті алға қарай жіберіп іліп аламыз жай ғана, оңды тоқимыз. Соңғысы бізде міндетті түрде теріс болады. Міне, осылайынан екінші қатар аяқталады. Үшінші қатар бізде барлығын тоқимыз, ешқандай қалдырып кету, іліп алу болмайды. Оңды оң етіп, терісті теріс етіп, сурет бойынша тоқимыз. Міне, біріншісін іліп аламын міндетті түрде, терісті теріс етіп тоқимын. Оңды оң тоқимын, терісті теріс тоқимын. Оңды оң етіп тоқимын. Бізде ориентирді жіпке қарай алсақ болады. Егер осындай жіп, жаңа жіптің басы бар ғой, оң жақта тұратын болса, мен барлығын тоқып шығамын. Егер сол жақта тұратын болса, біреуін терісті қалдыра отырып тоқимын. Осылай ориентир алсақ болады. Мен келесі қатар мен қайталаймын жаңа терісті қалдырып кете отырып шығамын. Осылайынан бір қатар тоқимыз, терісті бір қатар жай ғана іліп алып отырып, керек ұзындығымызды, резинамыздың ұзындығын аламыз. Міне міндетті түрде қайталап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын.